Бүгінгі видеода жай ашты және де өте ашты лапшаны жейтін боламыз. Біз осы лапшалар расымен де ашты ма ашты емес па тексеретін боламыз. И және де өте ашты лапшаны жегендегі реакциям осылай болды. Соңына дейін көріңіздер, сонда не болғанын түсінесіздер. Келесі видео тез шыққанын қаласаңыздар 3000 лайк немесе 227 000 подписчик жинап тастайық. Видео өте қызық болды, еңбегін бағалап аста қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде бас кет, ал біз видеоны бастаймыз. Йо-йо, бәріңе сәлем достар, сендер ме әдеттегідей мен Ерді, және де видеоны сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бізге енді ашты заттарды алу керек. Ол үшін біз магазинге, магнумға, анау жерлерге барып, қандай заттар алғанымызды сіздерге көрсететін боламын. Ал сіздер болсаңыздар каналға жазылып, лайк басып отырыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Кеттік ал. Достар, біз бірінші острый затты алайық деп жатырмық. Обычно магнумға келдік. И мына жерде мынандай мастеркам бар. Сыртына қарасам, вроде острый. Осыны алатын боламыз. И дальше бұдан да острый едім, потом бір ең острый затты алатын боламыз. Біз китайский магазинге келдік. И осы жерден средний аштымен ең аштысын алайық деп жатырмық. Так, міне лапшалардың бәрінің жиындығы. И қазір білмеймін, бізге нормально деген бір аштыны таңдау керек. И потом барып ең аштысын алатын боламыз. Что там әділ, саған қайсысы ұнап тұр? Маған ба? Қайсы нормальный сияқты. Мынау ма? Маған да бір көзіме түсіп тұр негізі. Бір ерекше сияқты. Түрі андай необычный болып тұр да, қараңыздаршы кәдімгі. Сырты да әдемі. Давай осыны алып көрейік. И аштысын қазір сатушыдан сұрап көрейік. Ең прям жестко. Все, достар, міне алып келдік. Мынау жай ашты. Мынау уже ашты, ал мынау өте ашты. Осыларды салыстыратын боламыз. Және де мен өзім жағы салыстырмайтын боламын. Және де менің жанымды әділ. Қазір осылардың дәмін бірге әділмен көретін боламыз. Міне алдарыңызда жай ашты лапша. Міне. Так, араластыр жіберейік. Айбан, есай. Маған сорпасы қызық болып тұр. Сорпасы қалай болады екен? Блин, дәмі жақсы. Бірақ қатты ашты емес. Біраз аштылық дәмі бар, бірақ ашты емес онша қатты. Блин, дәмі керемет екен. Мен просто лапшасының дәмін өзін көрейік. Әдеттегі жеп жүрген мастеркан особо айырмашылық жоқ, бірақ маған больше всего сорпасын алып тұр. Может, әділде алып қосар бір ойы бар шығар. И как тебе? Әдеттегідей. Нормально солай. Әдеттегі лапша. Сол лапша, айтар ешнәрсе жоқ, сол әдеттегі лапша. Ашты лапша. Неқтан да көрініп тұрған шығар түрі қандай. Жаман болып тұрғаны. Мұнаның ішіне неше түрлі соустар қосылды. Так что дәмі қандай болатын мен елестете алмай тұрмын бар ғой. Мына бетінде салатиктер. Төбіне дейін брат араластырып жүрсе, төбі қап-қара болып тұр. Қойш. Соны төбеге шығарса енді қарасын. Бір есі бір тофу ма бір нәрсенің есі келіп жатыр. Бісміллә, көрейік. Дәмі басқаша, бірақ аштысы кәдімгідей бар екен. Да, сорпасын көрейік. Ашты. Ашты ма? Жігітше ашты. В целом дәміне келетін болсаң өте дәмді, нормальный лапша. Бірақ ашты біраз бар екен. Давай әділ көрейін деп жатыр. Лапшасы да басқаша, лапшасы да басқа. Лапшасы дәмді екен негізі. Негізінен алғанда ше. Ыдысы да әдемі екен, тойынды кәдімгі.
Ну, как тебе? Былай иә дәмді. Дәмді? Ащысы бірақ уже сезіліп жатыр негізі. Ащысы сезіліп жатыр, дәмі де бар. Прям әдемі негізі. Баланс әдемі. О, сорпасы енді уже қызығырақ. Қараңыздар, сорпасы қап-қара кәдімгідей. Страшно. Басқа жайы жорстко. Ашылау иә. Жорстко ашты. Сорпасы жорстко ашты, дәмі өте керемет. Жалпы қалай ұнады ма? Ең ұнады иә, өзгешеден. Иә. Маған да өте қатты ұнады. Енді бәрінен бұрын маған ең аштысы қандай болатыны қызық болып тұр. Ал сіздер болсаңыздар лайк басып отырыңыздар, тоже қызық болып отса. Кеттік ал ең аштысына. Енді ең көптен күткен сәт. Мынау ең ашты лапша. Ну, сол жердегі сатушы солай айтты. Типа ең аштысы деді, и қазір ең аштысын көретін боламыз. Түрі мынау деген. Сразу қорқынышты негізі. Ё-майо. Аман қасақ екен деп тілеп отырмын жерде әділ екеуміз. Дәмін көрейік ал. Мынаның лапшасының дәмі бар ғой. Екінші жай ашты емес, аштымен салыстырғанда мынау особо қатты ашты. Нормально. Сөзім қайтып аламын. Аштымен бірдей сияқты аштылығы. Но вот сорпасының дәмі жестко болады. Мен дайын. И что там бәрі дұрыс па? Мен типа сезбей отырам ғой ана аштысын. Типа әділ көрдің бе, мен аштым бәрін жұтып жатырмын деп. И бір уақыт алады да аузым күйе бастайды ғой. Әділ. Сен дейді бұл сезімді сезіну. Жоқ, отыр. Әділ отыр. Дәмі сезім керексің. Қорқыныштығынан. Мен аузымда әлі тұр аштысы. Не бойся. Бір рет туалетке барғанда қиналасың, сосын нормально болып кетеді, ары қарай өмір сүруге болатындай. Вроде бы. Сразу жейсат, аяқ қылмасаң. Давай, Әділ, не тормози. Чё қалай? Бар, сезіліп отыр ма? Нормально. Сезілді иә. А сен сорпасын көрген жоқсың әлі. Не бойся, қорқпа вообще. Они көп алды. Қалай? Пока нормально. Нормально. Давай еще. Не тормози. Мен сияқты, давай. Екеу. Үшеу ақ. Әділ. Чё там Әділ, қалай болып жатыр, күшті болып жатыр. Как тебе нужно burada? Потому что басында жегенде білінбейді, и потом бар уже жестко біліне бастайды. И все, видео осы жерден аяқталатын болады. Біз бүгін әлемдегі ең ашты лапшаларды көрдік десек те болады. Хотя бұдан да жестко бір лапшалар бар. Если соны түсіріп, көрсеткендерімізді қаласаңыздар, онда лайк басып каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен әдеттегідей болған мен Ерді. Аузым әлі ашып отыр, по идее. Әділ. И келесі видеода кезгенше бәрімізге давайте.